Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Жібек, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шабдалдан дайындалатын ең дәмді керемет табиғи жолмен дайындалатын осындай шабдалдан жасалынатын соктың рецептін ұсынатын боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Бұны дайындау үшін бізге 3 килограмм шабдал қажет болады. Дәл осы шабдаларды суға тазалап жуып аламыз. Енді осы шабдалыны келесі кезекте турап шығамыз, яғни бір шабдалыны аламыз. Одан кейін шабдалыны ортасынан бөлеміз пышақпен. Шабдалыны ортасынан бөліп болған соң, енді оның ортасын ашып, қажет емес дәнегін алып тастаймыз. Одан кейін тағы да оны ортасынан бөлеміз. Яғни бір шабдалыны 4 бөлікке бөлеміз. Егерде шабдал үлкен болған жағдайда 6 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Енді шабдалларды ет тартқыштан өткіземіз. Яғни ет тартқышымызды қосып, кесілген шабдалының барлығын ет тартқышқа салып, дәл осыны қою қоймалжыңы шығады. Дәл осы шабдалдан. Егерде ет тартқыштан болмай жатса, блендерден де өткізсеңіздер болады. Енді дәл осылай шабдалының барлығын ет тартқыштан өткізіп, мясорубкадан дәл осылай қою қоймалжыңын шығарып аламыз. Енді дәл осы қою қоймалжыңын шығарып болған соң, оны біз енді ситадан өткіземіз. Яғни шабдалының сыртында қабықтары толығымен біздің согымыздың ішінде болмау қажет. Сол себепті де бір ыдыс алып, оның бетіне ситамызды қойып, бағанағы ет тартқыштан өткізілген біздің шабдалымызды осы ситаға салып, араластырып, жақсылап, сосын кейін астынан дәл осылай қою қоймалжың согын шығарамыз. Яғни бұл сокта мүлдем шабдалының қабығы болмай, бір келкі болып шығады. Яғни ол сәл ғана қоюлау болады. Енді дәл осылай жақсылап араластырып отырып, согын шығарамыз. Енді менде қою қоймалжыңы шықты. Міне қараңыздар, шабдалының ешқандай қабығы, ештеңкесі жоқ. Менде дәл осы қою қоймалжыңнан, соктан шамамен бір осындай үлкен ыдыс шықты. Енді дәл осы мен қазанға осы бір үлкен ыдыс шықса, мен соны 2 еселетіп, 2 ыдыс қазанға су құямын. Міне бір ыдыс су құйдым, және де екінші ыдыс су құйдым. Ал менде мына жерде бір ыдыс осындай шабдалдан жасалынған сок. Енді суымыздың үстіне қантымызды қосамыз. 1/2 килограмм қант. Енді осылай су қайнауы қажет. Осылай қайнап тұрған кезде бағанағы бір ыдыс біздің согымызды осылай құямыз. Енді сумен біздің бағанағы шабдалымызды осылай жақсылап араластырамыз. Енді астына от жағып тұрамыз. Біздің шабдалы қайнауы қажет, толығымен сумен бірге, сироппен бірге дәл осылай қатты қайнап тұруы қажет. Қатты қайнап тұрған кезде біз оны залалсыздандырылған банкаларымызға алып, құйып шығамыз барлығына. Банкалардың барын алдын ала залалсыздандырып аламыз. Енді дәл осы дайын болған согымызды қайнап тұрған кезде біздің банкаларымызға құйып дайындаймыз. Біздің согымыздың дәл осындай болады, қайнап тұрады. Ожаумен алып, банкаларымызға құйып шығамыз. Бұл соктың дәмі өте керемет болады. Егерде сіздер тек қана шабдалдан емес, оның жанына өрік те қосып дайындасаңыздар болады. Және де өрік пен шабдалдан жасалатын сок өте керемет болады. Осымен біздің дайын согымыз. Егерде видеоны толығымен көрсеңіздер, дәл осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Дәл осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.